Баршаға тиімді зат сатып алу мерекесі Каспий жұма 20-шы, 21-шы және 22-шы маусым күндері өтеді. Бұл мерекені тек сатып алушылар ғана емес, отандық шағын және орта бизнесте асыға күтеді. Каспий жұма қазақстандық кәсіпкерлердің дамуына қалай көмектесіп жатыр, ол жайында тілші репортажында. Әр Каспий жұма сайын қазақстандықтар 1 миллионнан астам зат сатып алады, ал шағын және орта бизнес сатылымдарын бірнеше есе арттырады. Каспий жұмаға жүздеген мың қазақстандық кәсіпкер тұрақты түрде қатысады, және бұл сан үнемі өсіп келеді. Абай тігін фабрикасы Каспий жұмаға алғаш рет қатысқалы отыр. Олар бұл оқиғаға ұзақ дайындалып, тауар түрлері мен өндіріс көлемін арттырды. Каспий жұма мейрамына алғаш рет қатысып отырмыз. Біз өзіміздің өндірісі 100%, өзіміздің өндірістік болғаннан кейін 100% дайындалып, содан Каспий жұмаға қадам бастық. Бұнда төсек орындар тігіледі, киім-кешек, жұмыс киімдер, спорттық киімдер, күрткелер, шоперлар, рюкзактар тігіледі. Абай тігін фабрикасы бірнеше жылдың ішінде ескі, қараусыз қалған цехтардан табысты кәсіпорынға айналды. Бүгінде мұнда 100-ден астам адам жұмыс істейді. Барлығы Каспий жұмада сатылымның өсуін күтуде. Бұл фабрика 98-ден бастап жабылып жатқан, ішінде жөндеу жұмыстарын жасап, 2021-де осы фабриканы жұмысқа қостық. Бүгінгі таңда 100 адам жұмыс істейді фабрикада. 100 адам қамту үшін бізге үнемі сатылым керек. Каспий жұма мейрамынан әрине біз сатылым күтеміз. Каспий серіктестері тек өндірушілер мен дүкендер ғана емес, сондай-ақ жеткізу қызметін атқаратын курьерлік компаниялар да бар. Олар сатып алған затты жеткізеді. Бұл жұмыстарға 5 мыңнан астам қызметкері бар, ондаған логистикалық компания жұмылдырылған. Олардың ішінде ең ірілерінің бірі Замлер компаниясы. Қазіргі таңда Замлер компаниясы Қазақстан бойынша 8 ірі қалаларда жұмыс атқарып жатыр. Ең басынан алып келетін болсақ, кішігірім қоймадан бастаған болатынбыз. Ол кезде 10-15 адам ғана жұмыс істейтін болатын, сұрыптаушы болып. Қазіргі таңда 2-2,5 мың адам жұмыс істейді. Қазір барлық жүйе автоматтандырылған. Жыл өткен сайын компаниямыз өте қарқынды дамып, ұлғайып келе жатыр. Қазіргі таңда көптеген қоймаларымыз бар бүкіл Қазақстан бойынша. Біз тек қана Каспий KZ-пен ғана жұмыс істейміз. Осы тауарлардың саны ұлғаю, осы Каспийдің арқасында. Каспий жұма үлкен мереке барша қазақстандықтарға. Әрине біз үшін Каспий жұма өте маңызды. Себебі Каспий жұма уақытында біздің тауар санымыз күрт өседі. Біздің ең басты мақсатымыз Каспий жұма кезінде клиенттерімізге тауарларын оңтайлы және жылдам жеткізуді қалаймыз. Сатып алушыларды қуанту үшін Каспий мен серіктестері үнемі жаңалық ойлап табуда. Бұл жолы да кәдімгі тиімді шарттардан бөлек сатып алушыларды 70%-ға дейін жеңілдіктер мен серіктес дүкендерден көтеріңкі бонустар күтуде. Экономикасы дамыған көптеген елдерде дәл осындай ауқымды сауда мерекелері бар. Тұтынушылар тиімді зат сатып алғанға қуанады, ал кәсіпкерлер үшін бұл даму мүмкіндігі. Жаңа жұмыс орындарын ашып, ел экономикасына өз үлесін қосады.